Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге хайп емес, және бізде бүгін қонақта кезінде енді комсомолка, пионерка болмаса да, қазіргі уақытта өзінің ерекше дарынымен, талантымен, кино әлемін, театрды бағындырып жүрген Ғайни Кукатова. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз, Ғайни. Так, Ғайни дейтін бізде негізі өте деловой адам. Бұл кісімен біз сұхбатқа примерно шақырғанымызға жарты жылдай уақыт болды. Жарты жыл ойланып, алдағандай болып, жүріп, әйтеуір бізге келіп жатсыз, сізге көп рахмет. Еще өзіңіз екі қалада тұрасыз да. Жалпы өзіңіз актрисасыз, мына жақта театр, мына жақта кино, еще отбасы, бала, шаға, ене, барлық ата ене, бәріне қалай уақытыңызды тауып жүрсіз? Өте уақытыңыз тығыз адам ретінде сізден сұрап отыр, потому что бізді 6 ай күттірдіңіз. Бәріне сәлеметсіздер ме? Шынымды айтсам, қорқып жүрдім деме. Интервью деген сөзден қорқып жүрдім, өйткені мен үшін бұл өзім осылай жалғыз өзім отырып, біреуге сұрақтарға жауап беріп отыру алғашқы тәжірибе. Сондықтан кішкене қорқып жүрдім. Жоқ деп, не айтам мен, не елем деп. Сондықтан кішкене қашқалақтап сөйтіп жүргенім бар. Бірақ уақыт жағынан ондай қатты занятоймын деп айта алмаймын. Семьяма да уақыт бөліп үлгерем, жұмысыма да. Бірақ екі қалада тұрғандықтан содан кішкене біздің уақыттарымыз сәйкес келмей жүрді. Көбінде Атырауға жұмыспен келем, немесе өзіміздің отбасылық мероприятияларға келем. Сондықтан ровно осы күн жұмыс істеймін, осы күн анда барам, осы күн мында барам деп сөйтіп не қылатын болдым. Қалай үлгерем? Білмеймін. Мен үшін ең бастысы баланс. Егер жұмысыма қатты көңіл бөліп кетсем, өзімді жеп қоям, балама уақыт бөлмедім, жолдасыма уақыт бөлмедім деп. Ал егер үйде отырып қалсам, тоже басталады. Мен ничего не добилась, карьерам тоқтап қалды деп. Бәріне актрисаларға, көбінде қалай шығармашылық адамдарға свойственный зат шығар. Сондықтан енді стараюсь. Анда да, мұнда да. Бірінші орында қазіргі таңда бөпем. Өйткені әлі кішкентай. Ал негізі менің өзімнің өмірлік ұстаным бойынша ол мен үшін менің жолдасым болу керек. Бөпем туып кішкене соның полностью соған кетіп қалғанда, маған анам мен әпкем айта беретін, жоқ, Ғайни, бала ол кететін бала. Қалай айтады, ананың ойы балада, баланың ойы далада дейді ғой, сол сияқты. Өзімнен білем, мысалы өстім, өзім жұмысыммен, өзімнің өмірмен кетіп қалдым. Мамам басқа қалада, не істеп жатқанын білмеймін, күндейін сөйлесіп тұрамыз. Сол сияқты любой балада сондай болады. Біз жолдасымызбен сондай шешіп қабылдадық. 18-ге тола ма, не істесең оны істе. Көмек керек болса сұра, бірақ деген өз өмірің өз қолыңда деп. Сондықтан мен үшін жолдасым, балам, сосын отбасым, апаларым солай кете береді. Өзі қайда екен дейсің, Ғайни? Өзі қайда екен дейсің, Ғайни? Негізі ең бірінші өзім болу керекпін ғой, иә? Болсам осы ғой, мені эгоистка деп айтады көбісі. Түсінікті. Жалпы өнер саласына қалай келдің? Өнер саласына нақты бір осындай күні деп айта алмаймын. Өйткені кішкентай кезімнен алдында бір Жанат ағай режиссер айтқан еді, қалай ол кішкентай кезіне армандаған арманым деп бүйтіп айтасыңдар деп. Мен өзімнен білетінім, мысалы кино қарап отырып, мен осылай істесем қалай болады екен деп айнаның алдына жүгіріп барып, ән айтып, сондай бірдеңе істеп көретінмін, өзіме қатты ұнайтын. Кішкентай кезімнен өзіме басқа профессия елестете алмадым. Актриса болғым келеді, болды деп. Арасында ойлап жүрдім, мүмкін следователь болсам екен, мүмкін там, не знаю, военный болсам екен деп. Бірақ 11-ші сынып оқып жүргенде папамның бір қасында жұмыстасының қызы сондай милицейский школға түсейін деп жатыр. Сонда мама мен папа айтты, тоже сонда барасың ба деп. Ол кезде ол кісілер Қарағандыда тұрып жатыр. Как раз сол не Қарағандыда болатын мектеп. Жоқ дедім бірден. Ондай бола алмаймын, үйтіп жүре алмаймын, по струнке жүре алмаймын деп. Содан уже білдім, что мен үшін ең өзіме жүрегіме жақын сол актерская профессия. Сол кезден бастап неше түрлі курстарға, нелерге барып бастадым, кастингтерге. Сол кезден басталған шығар.
жалпы өзіңді біраз кинолардан көрдік. Тоғжан болды да, мен қателеспесем 1.90, жақында да бір үлкен киноның тұсаукесері болды. Но лично өзіме сіздің анау Түпсана немесе Жасыл нәски деген кинодағы роліңіз қатты ұнады. Жалпы осы киноға шақыртуды қалай алдыңыз? Сол киноға түсу кезіндегі бір қызықты моменттер болып қалса? Ол кезде Түпсана және Жасыл нәски менің декреттен шыққанымның белгісі. Өйткені декретке шығып кеткеннен кейін примерно уже қашан 7 айларда ішім білініп бастады, содан кейін уже киноға түспей қойдым. Декретке дейін Тоғжанда түстім. Сол кезден уже қалай андай слабость болып ештеңе істегім келмей, сондай болып кеттім. И уже театрдан да неден де отпуск алып сөйтіп шығып кеттім. Енді уже балам 6 айдан асқанда болды, үйде отыра берем ба деген ой келді. Уже күнде ана ойыңды бүйтіп жей беретін бір не келді. Не істеп отырмын мен? Әні біреу деген баласы 1 ай болып жұмысқа шығып кетті. Бірақ бір жағынан біреулер айтып жатады, жоқ, балаң пока кішкентай, соған түгелдей көңіл бөл, содан шығасын, үлгересің, әлі де уақыт бар деп. Мен үшін енді Инстаграм деген қазір бір пәле ғой. Көріп отырып, анау деген ана киноға түсіп жатыр, мынау деген андай спектакль ойнап жатыр, мынау деген мында ведущий, мынау тағы бірдеңе деп отырасың. Сосын бір өзгеріс керек болып, барып алдым да шашымды қидым. Не істеймін, өзім бірдеңелер іздеп шашымды қидым. Мүмкін содан өзімді басқа қырдан көріп, режиссерлар басқа қырдан көріп, шақыру алып қалармын деп. Сонда расымен де солай болды. Білмеймін, шашымнан ба, басқадан ба, бірақ кастингке шақырды. Ол кезде сол продюсер сол фильмнің сені бір 2 рөлге көрейік деді. Білмеймін, негізі возрастной не подходишь деді. 2 рөлге қарағысы келді. Немесе сол Айнаштың, болмаса мектеп оқушысының, кімнің, қызының. Бірақ бірден режиссер қарап, жоқ, оқушыға точно келмейсің деді. Потому что, білініп тұру бәрібірде. 25-те жасым. Сосын көрейік деді Айнашқа. Бүйтіп былай қарайды. Она же молодая дейді. Келмейді, потому что изначально сценарийде 30-дан асқан қыз болатын. 35-ге жақын сондай. Я говорю, егер бүйтіп тұрсам ше, сосын былай тұрсам ше, мына жерді бүйтіп бояп қойса, шашым былай тұрса, келетін шығар деп сөйтіп. Бірінші кастингке бардым, екінші партнерский пробаға бардым, сөйтіп 3 турдан кейін ақыры режиссер ұнатып, давай попробуем деп. Өзіңе сенімдісің ба? Я говорю, сенімдімін деп. Солай алынған рөл. Жалпы сол съемка кезінде қандай қызықтар болды? Ол киноның түсірілу уақыты аса бір көп уақытты қажет етпеді деп айтып қалдың бір сөзіңде? Мен үшін ерекше несі, арасында перерывтарында маған балам емізу әкеліп жүрді. Жолдасым құшақтап келеді, ол кезде әлі емізем. Құшақтап келіп, сосын маған бір плюс болған жері сол емізетінім, өйткені Айнаш кішкене қалай әйел адамның дене кеудесі жағынан кішкене возраст беріп тұрады ғой бәрібірде. Сосын мен айтамын, ол кино шығып болғаннан кейін Инстаграмнан адамдар қарап ойлайтын шығар, қалай өзгеріп кетті. Өйткені ол жерде мүлдем басқа образ, өмірде мүлдем басқа образ. Қызық жері сол болған шығар. Маған ерекше болғаны көбінде образ жағынан. Қатты бояу, өзіңді бүйтіп ұстау, сол жағынан қиын болды деп айта алмаймын, бірақ ерекше. Бір өзіңе ұқсататын кейіпкерлер болды ма? Жалпы рөлдерде ойнап жүрген кезде кино жағынан именно. Вот мына кейіпкер маған ұқсайды мен сияқты деп. Точно өзімді ойнап жатырмын деп айтатындай. Жоқ. Бір кейбір нелер болатын шығар. Мысалы, сол Айнаштың рөлінде 30% ұқсайтын шығар. Именно феминистік жағынан. Бірақ андай өз счетымды өзім төлеймін деген точно болмайды. Бірақ әйел адамды алға қою сол жағынан келісем. Қазір жалпы немен айналысып жүрсің? Дәл қазіргі уақытта.
дәл қазіргі уақытта жаңа спектакль қойылып жатыр бізде жастар театрында. Сіздердің бөлулеріңізше өздеріңіздің жастар театры бөлек шығып, өздерінің ресми ғимаратын алып, статусымыз бар, уже басқа деңгей. Сондықтан басқа деңгейдегі спектакльдер шығып жатыр. Соның арасында мұны айтуға да болмайтын шығар, білмеймін, айтуға болмайды. Жаңа спектакль қойып жатырық. Әзірше ешқандай бэкстейдж ештеңе салып жүрген жоқпыз. Әлі разработка деңгейінде. В общем, совершенно секретно. Да, совершенно секретно. Жалпы сол кинолардағы дебюттарыңыздан кейін бір шақыртулар болды ма, алға қарай бір өзіңді басқа да бір әлемдік жобаларда мүмкін көретін болармыз, сондай бір ойлар бар ма, жоспарлар бар ма? Шетелдік режиссерлардан шақыртулар түсті ма деген сияқты? Российский проекттерге түсіп тұрады, бірақ әлі видео пробадан ары қарай өтіп көрген жоқпын. Өйткені әртүрлі қазір деген көбінде енді әлемдегі жағдайларға байланысты көп фильм, сериалдар бізде түсіріліп жатыр ғой Қазақстанда. Соған байланысты көп проекттерден ұсыныс келеді. Бірақ біреуіне типажың келмейді, біреуіне денең келмейді, біреуіне там ойнағаныңда ұнамайтын шығар, кім біледі режиссерға. Сондықтан ондай нақты план бар деп айта алмаймын. Бірақ жалпы ұсыныстар бар. Қарастырасыз. Жалпы ешкімге айта алмай жүрген бір құпияңыз бар ма? Қазір камераға қарап тұрып, наглым образым айтып айтпайтындай. Осыны айтып кетейінші мен. Болады сондай бір күшті бір құпиялар. Жоқ шығар. Да. Мен сөйлессе бәрін айтып қоятын адаммын негізі. Кішкене сөйлеп басса, сондықтан ондай есіме түспейді. Кішкене негізі не істеуге болатын еді? Эпатаж. Да. Бірақ болмай тұр. Енді кішкене жеке өміріңізге қарай бұрылсақ, жалпы отбасыңызда қазіргі уақытта қандай жаңалықтар болып жатыр? Беременна емеспін деймін бе? Пока жоспарда жоқ та? Басқа не күтуге болады? 4-5 баланың анасы болуды жоспарлап жатқан жоқсыз ба? Алға қарай жалпы мүмкін ба? Ғанидың 4-5 баласы болады. Соңғы 3-4 жылда ондай резкий заявлениялардан қорқам. Өмірімде болған жағдайларға байланысты. Бұрын ойыңа не келеді, соны айта беретін ғой. Келе ма жалпы? Күйеуіңіз екеуіңіз жоспарларыңыз бар ма сондай? Дайынсыз ба? Алланың қалаған болады. Түсінікті. Онда кішкене бір интрига болсын. Күйеуіңізбен қалай таныстыңыз? Сіз сияқты андай красотка, дерзкая, сондай самодостаточная қызды галстугыңызды жөндеп жүрсеңіз болады осы жерде. Ол қалай қаратты өзін, несімен жаулап алды сіздің жүрегіңізді? Мен 4-ші сыныпта Атыраудан көшіп кеткен болатынмын. Оған дейін Атырауда тұрдым, Махамбетте тұрдым, Құлсарда тұрдым. Сол Құлсардан 4-ші сыныпта ата-анам военный болғаны байланысты біз Астанаға көшіп кеттік. Одан кейін Атырауға енді туыстарымыз бәрі осында ғой. Той бар, құдалық бар, басқа бар, жасызда келіп тұратынбыз әрдайым. Жас сайын бір апта, 2 аптаға келетінбіз. Сөйтіп 2018 жылы бір ағам үйленетін болып, мамаммен осында келдік. Мұнда енді мектептен қалған, садиктен қалған достарым бар ғой. Сөйтіп бір досым, бізде айтпақшы той болған жоқ, әлі ренжиді, мені бас құда қылып шақыру керек еді, мен сендер таныстырған деп бір досымыз бар. Ол кезде ол менің күйеуіммен араласатын болды. Енді Атырауда қалай кешке бәрі кездесіп, анда барады, мұнда барады, развлечение особо жоқ, бірақ кездесіп әйтеуір бір жерде отыру. Сонда мені шақырған болатын, жер достармен бірге отырайық деп. Біздің общий друг деп айтады ғой. Сөйтіп барғанда қай жерде біз? Бәрі тойдан басталған үшін 2018 жылы құпиясын біліп қойдық. 2018 жылы тойға деп келгенбіз. Сонда Байзарға барған сияқтымыз. И как раз ана досымның бүйтіп телефоны бүйтіп шығып тұрған неге жабысып тұрады ғой машинада. И біреу звондап жатыр. Қайдасың, что там, Димка, вы где деп. Говорит, а вот на Байзаре. И сөйтіп подъезжаем, и алдымыздан қазіргі жолдасым шықты енді. И ол бүйтіп машинадан бірдеңе шығып кетті, досым бірге. И ол машинадан бірдеңе алатындай болып келеді, мені көріп шошып кетеді. Білмей ол біреу отырғанын. Привет деп сонымен болды. Өзі оғанда ұялшақ, сондай кішкене. Сөйтіп таныстық, и екеуміз де бірден ұнатқан екенбіз. Бірақ ол кезде ешкім білдіртпейді ғой. Бір-екі рет кездестік.
Инстаграмда подписались, болды. Мгм. Ары қарай ештеңе болған той жоқ. неге болған жоқ? Карантин кезінде үйлендік. Негізі болмайды ол кезде үйленуге. Иә. Қараған жоқсыз да? Құпияңызды ашып жатырмыз, Мен карантин кезінде күйеуге шыққан. Күліп айтып жатыр. Мен Иә. бір отырып қалған қыздай күйеуге шығып кетіп болдым ғой. Иә. Шыдамай карантин кезінде. Да. Бірақ оның да бір қызықтары болған шығар, фотосессияға түсіп дегендей да. Иә, кішігірім фотосессия жасадық. Мгм. Үйде 30-35 адамға тоже тығылып Батасын алып, жасадық. үлкендердің Сырға салу болды, Мгм. беташар болды. Мгм. Сосын регистрация қылып жасадық кішігірім. Бәрі 30-35 адамнан аспайтындай. Карантин Жасап талаптарын сақтаған болып тұрсыздар. Иә, бірақ оның Маскаға өзінде отырдыңыздар тығылып ма? Иә. жоқ. Әйтеуір Аллаға Аха. шүкір ешкім біздің тойдан кейін ауырып қалып ондай болған жоқ. Жалпы өзіңді көпшілік андай корейский сериалдардағы кино дорамалардағы бір актрисалар ұқсатып жатады. Ну, кореянка сияқты деп. Соған жалпы не деп жауап береді едің? Мен негізі қазақпын или иә кореянкамын деп айта беруге болады. Мен өзім корейский дорамалар көп көрмеймін. Бірақ менің подписчиктерім арасында фанаттар көп сияқты. Жазып жатады, ана мен сен хоға ұқсайды. Иә. Мен хоға ұқсайды біреуге Аха. деп. Мен даже аттарын да білмеймін. Бірақ постоянно бір салыстыратын сериал. Фея легкой атлетики ма, тиктокта соны әрдайым жазып тұрады. Білмеймін, жақсы қараймын, корейский актриска деп актрисалар өте әдемі ғой. Нәзік, Әдемі, беттері таза, сондай приятный болады ғой. Сондықтан комплимент ретінде қабылдаймын. Көп рахмет. Жалпы Инстаграм, тиктоктағы Ғайни мен өмірдегі Ғайнидің айырмашылығы бар ма? Бар шығар. Тиктокта ол маска деп. Жоқ, түгелдей маска деп айта алмаймын, бірақ бір ұзақ уақыт өзімді жақсы ол көрсеткім келді ма, әлде ондай болып тұрады. Бір басқаша сөйлеп қойсам, жоқ, спокойно сөйлеу керек деп. Өйткені өмірде өте эмоциональныймын. Кейбір жерлерде қатты айтып қоятыным бар, достарым күледі. Это же Ғайни деп. Бір жерде қатты сөйлеймін, қатты ашуланатын кездерім болады. Сондықтан түгелдей шыдаймын деп айта алмаймын. Бір жерлерде маска киіп жүретінім бар. Барлық адам маска киіп жүреді. Сондықтан олар бүгінде образ іздеп өзім болып келе салдым. да, өзің болып. Былай отырсам екен деп, бірақ ладно, как есть солай болады. Қайтадан кино қаралайықшы. Жақында Асау да, үлкен сериалдың тұсаукесері өтті, қызықтаймызда прямо. До конца күліп отырып сұхбат бердіңіздер, сөздерінің жартысы күлкі болды, но маған ұнады. Сондай позитивный программа болды. И главный режиссерларыңыз көп үндемей отыратын кісі екен. Сіз жасына қайта тисе жастарға орын беріп жатыр деп. Так, бүгін Ғайнидің күні, Ғайни жас болса да бірінші рет сұхбат беріп жатыр. Так, енді мен айтайын деп отырғаным, сол сериалдағы салта да, сол салта мен Ғайнидің ұқсастығы бар ма жалпы? Дерзкая, да, по-моему, салта. Наверное. Салта деп айтты. Өзімді героинямды өткізу керек болды, өткізді. Сериалды қарау үшін. Өтіп кетті. Я көбісі, шынымды айтсам, видеоны Марат аға бірге менімен соавтор сол шығарған болатын. Ана жерде не қылатын, запчастьтар айтатын жерде. Әлі күнге дейін бір ай өтті ма, бір жарым ай өтті ма, әлі күнге дейін комментариялар келеді. Именно сол фрагмент күшті өтіп кетті Инстаграмда рилсында. Сондықтан Салтаны өткізін деп ойлаймын. Салтаның ұқсас жері Ғайнимен шустрый болған шығар. Она же такая шустренькая. И мен өзіме бірдеңе керек болса, оны жібермеймін деп ойлаймын. Сол жері ұқсайтын шығар. Хорошо. Енді Ғайнидің гонорарына келейік. Бір кинодан Ғайни примерно қандай гонорар алады и айлық табысы? Чем она дышит, чем питается? Бәрін біліп отырайық. Ерекше айтпайтын шығармын, бірақ конфиденциально деймін. Бәрі конфиденциально. Өйткені 1 миллиард деп айтайыншы. бұйырсын деп айта беремін. Гонорар бізде негізі Қазақстанда үлкен гонорар алу өте қиын. Не себепті деп ойлайсыз? Білмеймін, сен қандай гонорар қоймасаң да, оны любой кастинг директор, любой продюсер именно сол жерде экономить еткісі келеді. Мысалы, театрда само собой көп алмаймыз. Әртүрлі ставка бар, бірақ минимальный. Мысалы,
кейбіреулер там достарым семьямнан біреу болса мә сол ақ па дейді мысалы да. айтуға ұялып Иә, жақсы айтпай айтты. қояйын. Өнер саласынан бөлек табыс көздері бар ма, может реклама алып дегендей. Да, рекламамен. Инстаграмды сол үшін жүргіземін. Иә, ну как блогер сияқты да бір жағынан. Реклама жағынан. Жиі емес, бірақ арасында бір болып тұрады. Если что хабарласыңыздар да. Иә. Қазір Инстаграмды дұрыстап қолға алып жатырмын. Дұрыстап хабарласыңыздар. Күшті рекламалар түсіремін деп. Хорошо. Жалпы гардеробындағы ең қымбат киім туралы айтыңызшы. Қанша тұрады, қайдан алдыңыз? Историясын сол киімнің. Киім емес, сумка, наверное. Не знаю. Да. Бола беретін шығар деймін да. Ең қымбат менде сумка. Луи Виттон сумкасы. Жүрегіме ыстық. Ол жолдасым Бекарыстың туған күніне сыйлаған болатын. Туылғаннан кейін. Не сыйлайын деп сұрап жүріп бала туып бергеніне. Мен Шанель сырғасын сұрағам. Әрі кетсе бір 200 мың болатын шығар деп. Бір отпускнойын бір денесін берер деп. Сөйтсем уже где-то Бекарыс бір айға жақындады ма жоқ па, бір посылка келіп тұр, аш көр, сенің подаркың деп. Сөйтіп Луи Виттонның сумкасы екен. Қанша тұрады екен? Миллион ба? Миллион. Ертең ана Ерке мен Райымға жазғанда жазатын бар, миллионға сумка алғанша бүйтпей ма, сөйтпей ма деп. Оны мен өзім бір түрлі қарадым. Сен қуасың ба? Миллионғадан сумка алады ма деп па? Иә, бірақ соны еще даже ұстап жүруге де қорқам бір жаққа баруға. Олай дұрыс емес шығар, ол үшін маған сен неге сол сумканы ұстамайсың, ұнамай ма саған деп. Алып келуіңіз керек еді, мына көрсететін еді былай болды. Чисто исключительный бір событияларға ұстаймын. Жалпы қандай брендтерді жақсы көресіз? Мен өзім аяқ киіммен сумка жақсы көремін. Бірақ андай именно бір брендтікін алғым келеді деп ондай жоқ. Мен өзім негізі шопоголикпін. Айына бір киім алмасам тұра алмаймын. Бір жерім ауыратындай. Маған жолдасым айтады, мүмкін уже мойындайсың шопоголик екеніңді деп. Енді мойындадым. Мойындадым. 4 жыл өткеннен кейін мойындадым. Обязательно қымбат ондай сатқан не қылмаймын. Мысалы, мынаны скидкада Зарадан ал. Білмеймін, 4-5 мың шығар. Күшті. Самый главный үйлесімділік деп ойлайсыз. Жалпы стилист сондайыңыз бар ма, негізі өз-өзіңізге стилитсіз? Иә, өз-өзіме. Декреттен кейін ғайни қалай өз қалпына келіп алып сразу? Сол құпияңызды айтып кеттіңіз, әйтпесе біз шығара алмаймыз студияда. Шынымды айтсам, біріншіден өз қалпыма келдім, сосын қайттан өз қалпымнан кетіп жатырмын. Бір белгілі бір өзіңіздің тамақтану жүйесінде, может, бір ерекшеліктеріңіз бар. Спортпен шұғылданасыз ба, кинодан бөлек вообще? Может, олар бір хоббиларыңыз? Негізі кішкентай кезімнен өзімді формада ұстауға тырысамын. Фастфуд бәрін жақсы көремін, оны жеймін, чипсты да жеймін, газировканы да жеймін. Бірақ, я өзім, когда чувствую, что все перебор болып бара жатқанын, кішкене зарядкамды істеп, сөйтіп бастаймын. Соған байланысты шығар деп ойлаймын. Негізі веске склонность бар. Өз-өзімді бүйтіп ұстап жүрмесем. Бірақ грудное вскармливание арқасында весім тез кетіп қалды. Еще бупемнің весі де кішкене болды, сонда оны постоянно қолда ұстап жүресің. Сөйтіп вес өзіме өзі кетті. Ал егер бір кинода ғайни 90 килограмм болу керек десе, келсесіз ба? Готовы сондай нәрсеге? Бриджит па? Бір болды ғой? Бриджит, дневник Бриджит Джонс па? Иә, сондай бір кино. 90 килограммға дейін ол деген плюс қанша 30? Көп гонорар, прям самый лучший гонорар ұсынып тұр сізге. Шашымды қиып тастауға дайынмын, арықтауға дайынмын. Но семіруге емес? Семіруге... Жоқ. Бір 10-15 килограмм, просто физически, кажется, жинай алмайтын сияқтымын оны. Түсінікті. Жалпы алға қарай ғайни Алматыға толықтай көшіп кетуі мүмкін бе? Иә. Алдағы жоспарларыңыз? Толықтай Алматыға көшу деп. Бұның театрдағы режиссер ағайларын естімесін. Көрсеткеніңіз ол кісілерге. Мен айтамын ғой, неге біздің театрды Алматыға ауыстыруға болмайды деп. Өйткені маған шынымды айтайын, Атырауыңызға Алматы жақында. Иә, Атырау туған жерім, папамның туған жері, өзіме ыстық, бірақ жақпайды бірдеңесі. Бұл жермен енді жақсы жағдайлар болған, көп естеліктерім көп. Жолдасыммен осында таныстым, баламды осында тудым, театрға алғашқы рет осында келдім. Өзім туған жерім осы жақ, бірақ Алматы, жаныма жақын Алматы шығар. Түсінікті. Рахмет, ғайни. Енді бізде келесі кезең бар. Ол андай
бұл жерде демалуға болмайды, тіп-тіке отыру керек, вообще кірпікті қағуға болмайды. Сондай бір талаптар бар. Ойнап айтамын негізі. Вообще дайындалып отырсам Иә, кәдімгідей образ ойнап отыр екенсіз. Вот суреттерді қараңыздар. Не көріп тұрмыз? Жаңа осы сіздерге келер алдында боянып болса косметикам шашып, ванный, самое нормальное освещение үйде ванныйда, а ванный кухняның қасында. Сөйтіп боянып, бүйтіп болып жатсам, мына жерде кухняда енем деген шай жинап жүр екен. Жаман ұялып, тез боянып атып шықтым үйден. Мен реально ассоциациялар келіп жатыр есіме. Бір рет жолдасыма жұмыстан, өзі вахтада жұмыс істейді, жұмыстан келгеннен кейін ана жер жөндеу керек, мына жер жөндеу керек десем, сөйтіп қолына не алып, қолын ұрып алып. Мен айтамын, жұмыста күшті жұмыс істейсің, осы постоянно бәрін қатырып жатасың. Шай жинап жатыр, мына жақта күйеуіңіз осылай қолына балғасын ұрып, сіз әлі тұрсыз да косметиканы боянып, дальше не істейміз? Одан кейін, не істейді, ладно, үйде ештеңе істемей қойсын, әйтеуір ақша әкеліп жатыр ғой. Деп жұмыстан ақша әкеле берсе деп әйтеуір тауба дедім, иә. Енді бір мына негізі былай тұру керек қой. Мысықтар кіреді. Сөйтіп ванныйда бояналмай өзім әрең шығайын деп жатсам, бір кезде екі мысық атып шықты. Мен мысықтан қорқам негізі. Оны енемнің көзінше боқтай да алмадым, ештеңе істей алмадым. Ладно, отырсаңдар отыра беріңдер дедім. Без эмоций дейсіз. И соңында сөйтіп боянып шықсам, сіздердің студияларыңыз алдында бір не отыр екен? Ешкі? Гламурный. Гламурный. Енді Қанат Әбжаппаровқа фантазиям жетпеген шығар. Сонда да Ғайнидың барынша тырысып отырғанын көрдік. Несі прям импровизациясы өте әдемі екен. Ғайни, сізге үлкен рахмет. Соңғы қонаққа дейміз. Да. Ондай жақсы көреміз. Сізге бір сыйлығымыз бар. Вип казашка деп жаздық. Сіздің дерзкий фотоңызда болды. Прям сізге ұнады деген сенімдеміз. Біздің программаны еске алып жүресіз. Гламурные. Рахмет, көп күшті. Сізге көп рахмет. Сіздің барлық алдағы жоспарларыңызға табыстар тілейміз. Сіздермен бірге болған хайп емес. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Болды.